Сәлем достар, шок факты арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге адамның денесі 7 жыл сайын жаңаратыны туралы қызықты факт айтатын боламын. Сіз бұл туралы білдіңіз бе? Видеоны соңына дейін тыңдап менімен бірге болыңыздар. Адам денесі әр 7 жыл сайын толық жаңарады. Бұл нені білдіреді? Көпшілігіміз адам ағзасы әр 7 жыл сайын толық жаңарып отырады деген тұжырымды естіп жүрген болармыз. Бұл бір жағынан рас, бір жағынан қате түсінілетін мәлімет. Нақтырақ айтқанда, адам денесіндегі жасушалардың көпшілігі белгілі бір уақыт аралығында өліп, олардың орнына жаңалары пайда болады. Алайда бұл барлық жасушаға қатысты емес. Жасушалардың жаңару уақыты әртүрлі. Адам ағзасындағы әрбір ұлпа мен мүше түрлі жылдамдықпен жаңарады. Тері жасушалары шамамен 2-4 апта сайын жаңарып тұрады. Бұл біз теріміздің күн сайын аз-аздан түлеп жатқанын білдіреді. Қан жасушалары, эритроциттер, шамамен 120 күн сайын толық ауысады. Бауыр жасушалары орташа есеппен 300-500 күнде жаңарады. Аш ішек эпителийі небәрі 2-5 күнде жаңарып үлгереді. Сүйек жасушалары 10 жылға дейін өмір сүреді. Ал ми нейрондары мен көздің тор қабық жасушалары кейде өмір бойы өзгермей қалуы мүмкін. Олар зақымданса, қалпына келуі қиын. Неліктен 7 жыл деп есептеледі? Бұл тұжырым орташа жаңару уақытына негізделген. Егер денедегі барлық тіндердің жаңару циклдарын орташа есептесек, шамамен 7 жыл ішінде ағзаның көп бөлігіндегі жасушалар жаңарып үлгереді. Осыдан адам 7 жылда бір рет жаңарып отырады деген түсінік пайда болған. Қызықты жағы, біз өзімізде байқамай өзгеріп отырамыз. Егер сіз қазір 30 жаста болсаңыз, денеңіз өміріңізде шамамен 4-5 рет жаңарып үлгерген. Бірақ бұл жаңару адамды жасартпайды. Себебі ДНК-дағы қателіктер, мутациялар, сыртқы орта факторлары, күн сәулесі, тамақтану, стресс секілді дүниелер жаңа жасушаларға да беріледі. Яғни жасуша жаңа болғанымен, ол бұрынғы модель бойынша жасалады. Бұл жаңару өмір сүрудің негізгі шарты. Егер ағзадағы жасушалар жаңармайтын болса, онда жаралар жазылмас еді, теріміз тозып, қан тоқтамайтын болар еді. Сондықтан бұл процесс ағзаның өзін-өзі қалпына келтіру қабілеті.